Құрметті мені мына тиктоктан көріп отқан көрермендер, жастар, орта жастағылар, қыздар, мынау грилнипті істеп атқандар, істемей үйінде қарап отырғандар, жұртты сынап, неғып істеп отырсыз деп көп әңгіме айтып атқандар, жақсылап тыңдаңдар. Міне мен бүгін міне грилниптен тағы да ақша алдым. Міне 126 мың теңге. Мұның алдында да алғанмын. Тағы да қазір қарасам, тағы да ақша түсіп тұр. Қанша екенін мен айтпаймын ешкімге. Айтуға міндетті емеспін. Менің қызым, балаларымның қыздары, немерелерім, балаларым студент. Бір қызым Перизат деген Турцияда 3-ші курста Турцияда оқып жатыр. Ертең жолға шығып жатыр самолетке. Соған мен көмектескім келеді. Олар менің ақшама қарап баған жоқ. Бірақ мен кім үшін жүрмін? Менің өзімнің пенсиям болса да 77-ге келгенде мен істеп атқанда сендерге неге істемеске сіздерге? Міне мен сол немереме көмектесемін, беремін. Мен солар үшін өмір сүріп отырмын. Менен ақша сұрамаса да мен өзімнің бергім келіп тұрады. Енді бір-бірімізге көмектеспегенде кімге көмектесуіміз керек? Менің қалай алып атқанымды, қайтып алып атқанымды білгілеріңіз келсе, менің жекеме шығыңыздар. Жекемде телефоным жазылып тұр. Мен барлығына көмектесуге дайынмын. Міне ауылдық жерде талай адамдарды көріп отырмыз. Әнеугүні біз Шымкентке барып келдік, басқа жерге де бар, тек қана Шымкент емес. Барлық жерде әйелдердің көбісі үйінде отырады. Үйінде отырмаса да мектептің полын жуады, больницаның полын жуады, басқа да қолдарынан келген жұмыстарын істеп жатыр. Алатын айлықтары мардымсыз, өте аз. Былай тартса, былай жетпейді, былай тартса, былай жетпейді. Осы жұмысты айтсаң, өтірік сияқты ғой, анау ғой, мынау ғой деген желеулері көп. Тиын санағанша қыздар, сенімсіздік білдіргенше осы жұмысты істеңдер. Мен ешқандай реклама жасап отырған жоқпын. Сендер істемегенде кім істейді? Менің жас шағым өтіп кетсе де, 77-ге келсем де, жақында 78-ге келсем де, мен жұмыс істеп отырмын. Өте қиын ғой қазір халықтардың жағдайы. Сол қиындықтан шығу үшін тиын санамай, сеніп, пирамида деген айтпаңдар. Осыған сеніп кіріңдер. Міне, офиске келіңдер. Менің жекеме шығыңдар да офиске келіңдер. Мен боп, қызым боп, сендерге ақша табудың жолын көрсетеміз. Мен енді осыменен сөзім доғарадым. Келешекте талай осындай неге шығамын әлі. Тиктокқа Құдай қаласа, сонда да естерсіңдер. Жақсы тыңдағандарыңа рахмет.